Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Мен Семейбаев Нұрлан Талғатбекұлы, Темір аудандық жастар арасындағы дін істері орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы ретінде облыстық үздік дін орталығы 2023 байқауы аясында сіздерді орталықтың есепті кезеңде атқарған жұмыстары және өзінің жеткен жетістіктері туралы таныстыратын боламын. Біріншіден, мен неге дін саласындағы мекемеде қызмет атқаруды қаладым деген сұраққа жауап беретін болсам, жүрегі елім деп соққан әрбір азамат қоғамға пайдалы тұлға болуды қалайды. Кез келген ортаға бойыңдағы бар қабілетіңді ұштау арқылы сыйлы боласың. Табиғатыңа сай мінезің мен біліміңді бір арнаға тоғыстырғанда қоғамға қажетті мамандық иесі ретінде қалыптасасың. Бірақ бұл жетістікке жан әлеміңді байытпай жете алмасың анық. Мен рухымның дегеніне құлақ түріп, қызметімді таңдаған жандардың бірімін. Менің қызметім ауданымдағы діни ахуалды тұрақтандыруға, әлеуметтік осал топтар санатындағы отбасыларға қолдау көрсетуге, жалынды жастарды жарға жығатын күмәнді ағымдардан сақтандыруға, қоғамда бірлік пен татулықты, зайырлы мемлекет құндылықтарын қамтамасыз етуге бағытталған әрі күрделі, әрі маңызды сала. Біздің ұжымның ұраны елге қызмет, абыройлы міндет. Есепті кезеңде 3000-ға жуық адамды қамтыған 150 ақпараттық түсіндіру жұмыстары, спорттық, мәдени және қайырымдылық шаралары, сауат ашу семинарлары, әйел жамағатына арналған шеберлік сыныптар өткізілді. Әлеуметтік желінің 5 түрлі платформасында 1700-ге жуық әртүрлі тақырыптағы материалдар, бұқаралық ақпарат құралдарында 30-ға жуық мақала жарияланды. Сондай-ақ мешіт жамағаттарына атаулы ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Облыстық қаракет қорымен тығыз байланыс орната отырып, 2 отбасыға тұрғын үй табысталды. Жыл басынан бері орталық жанынан жасақталған халықты әлеуметтік қолдау кабинеті арқылы 60-ға жуық аз қамтылған мүгедек, жалғыз басты санатындағы отбасыларға жалпы құны 500 мың теңгенің азық-түлік, киім-кешек және дәрі-дәрмектері үлестірілді. Сөзімнің соңында Хакім Абайдың адамның адамшылығы, ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген қанатты сөздерін ескере келе, дұрыс таңдалған мамандық пен сүйіп атқаратын қызмет ол сенің өмірлік тұлғалық сипатың болуға тиіс деп тұжырымдағым келеді. Баршаңызға сәттілік.